Illumination және Universal Pictures түсірген. Бұл мультфильм 2017 жылы шыққан Гадкия 3 бөлімнің жалғасы және Гадкия франшизасының 6-шы картинасы. Үлкен экранға 3 шілде 2024 жылы шықты. Мультфильм сыншылардан аралас пікірлерге ие болды, бірақ коммерциялық табысқа ие болды. Гадкия 4 американдық анимациялық комедия фильмі. Бюджеті $100 миллион, бірақ ақш-та $330 миллион және басқа әлемнен $477 миллион табыс тапты. Жалпы $807 миллион. Ал осы жылы шыққан Кунг-фу Панда 4 $534 миллион жинап қалып қойды. Головоломка мультфильмі $1,5 миллиард жинап нөмірі бірінші мультфильм болғанына қарамастан, бұл нәтиже Illumination студиясын жалпы серия бойынша $5 миллиард тауып бірінші анимациялық франшиза болуына себеп болды. Бұл франшизада Гадкия мультфильмінің 4 бөлімі және Миньоныйдың 2 бөлімі бар. Бұдан бөлек 18 қысқа метражды мультфильм шықты. Менің түсінбейтінім, Гадкиядан 10-15 жыл бұрын шыққан әлемге хит болған Шрек, История игрушек, Ледниковый период, Мадагаскар өзінің франшизалық сериясы көп болса да, $3,5 миллиард табыстан аспайды. Ал Кунг-фу Панда және Тачки франшизасы $2 миллиард жетпей соңғы ондықта. Айта кететін жағдай, шамамен барлық франшизалардың сиквелдері ең көп касса жинайды. Гадкия 4 өндірісі 2017 жылы қыркүйекте басталды, ал 2022 жылы мультфильмнің шығатыны ресми түрде жарияланды. Және Гадкия франшизасының «Тайная жизнь домашних животных» мультфильмінің 2 бөлімінің режиссері Крис Рено режиссерлыққа тағайындалды, ал Стив Карелл Грюді дыбыстауға оралды. 2024 жылы дыбыстауға Уилл Фаррелл, Джоуи Кинг, София Вергара, Стивен Колбер қосылғаны белгілі болды. Сценаристері Майк Уайт, Кен Даурио. Зұлымдыққа қарсы лиганың агенті Грю Пабон лицейіндегі орта мектептің кездесуіне қатысады. Ол жерде жас кезінде таланттар шоуында әнін ұрлап алғаны үшін Грюді жанжалдасып жүрген Максим Лемалмен кездеседі. Максим күшейіп әлемді жаулап алу үшін Тараханның дене бөліктерімен өзін нығайтқанын айтады. Бірақ Грю оны зұлымдыққа қарсы лиганың көмегімен тұтқындайды. Бірақ Максим өзінің дос қызы Валентинаның көмегімен түрмеден қашып кетеді және адамдарды Тарахан гибридіне айналдыратын өнертабыстарын ашады. Ол бұл Тарахан гибридін Грюдің ұлы, яғни кәмелетке толмаған қылмыскер кіші Грю үшін қолдануды жоспарлайды. Бұл фильмнің ерекшелігі әрқашан балалар мен ересектерге ұнайтындығында болған. Ересектерді жақсы драматургия, пысықталған күрделі сюжет, біз байқай алатын қызықты мінезі бар кейіпкерлер, әзілдер мен қос түбі бар жағдайлар және тәуелсіз субмәдени құбылысқа айналған миньондарды кірістіруі қызықтырды. Мәселе мынада, 4-ші бөлімде сериал өзінің барлық артықшылықтарын жоғалтты. Өйткені ешқандай сюжет жоқ, жай ғана түсініксіз жағдай бар. Ол басқа қалаға көшу. Грюдің асырап алған қыздары мағынасыз жиһаз бөлшектеріне айналды. Ал сценаристер Грюдің әйелі үшін күлкілі көрініс ойлап тапты. Ол супермаркетте қуу. Фильмнің қалған бөлігінде ол өзінің жоқтығымен жарқырайды. Ал Грю өз мультфильмінде өзі артық секілді. Бұл мультфильмде не істеп жүргенін білмейді. Осыған қарамастан Illumination студиясы нағыз аудитория балалар екенін біледі және соған екпін қойып түсіре береді. Картина әдемі түсірілген, сапалы, өзіне тән стилистикасы сақталған. Мультфильм бір орында тұрмайды, кейіпкерлерді дамытады және қызық оқиғаларға әкеледі. Көптеген сынға қарамастан, картинаның сапасы және деңгейі жоғары, нағыз отбасылық мультфильм. Оған дәлел кассалық табыс. Гадкия 5 шығады ма? Әлі ешқандай ресми және бейресми ақпарат жоқ, бірақ алдыңғы релиздерге қарайтын болсақ, картиналардың арасы 3-4 жыл. Егер осындай тенденция сақталса, онда Гадкия 5 картинасы 2027 жылдың жазында шығуы мүмкін.
себебі анимациялық фильм ұзақ уақыт және күш талап етеді, және анимация, дыбыстау, сценарий жазу және монтажға жылдар кетуі мүмкін. Бірақ Гадкия 5 орнына келесі картина Миньоны 3 шығуы мүмкін. Егер студия бірінші спин-оффты шығарса, Гадкия 5 тек 2029 жылы шығуы мүмкін. Сюжет бойынша нақты ақпарат жоқ, бірақ біздің сүйікті кейіпкерлердің оқиғаларын дамыта береді деп күтуге болады. Грю, оның отбасы және миньондар тағы да жаңа қиындықтар мен шытырман оқиғаларға тап болады. Жаңа фильмде жаңа кейіпкерлер пайда болуы мүмкін. Айта кету керек, 4-ші бөлімнің режиссері Крис Рено Гадкия франшизасы кейіпкерлерді, соның ішінде басты кейіпкерлердің балаларын ешқашан қартайтпайтынын айтты. Сонда Грюді осы қалпында Гадкия 10 бөлімі шықса да, осындай қалпында көреміз. Себебі осы қалпынан өзгермесе, көп ұзамай серия бойынша Форсажбен және Марвелмен текетіресетін болады.